Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге видео түсірдің, өз компьютеріміздағы экранды видеоға түсірдің ең оңай жолын көрсетемін. Ең оңай программа. Оның аты Screencast-O-Matic. Кеттік. Біз screen дегеніміз бізде экран, сосын Cast-O-Matic деймізді орысша скачать деп қосамыз. Болды. Енді арнайы сіздерге тегін болсын деп мына жерге Soft Home деген сайтқа кіреміз. Ең оңай жолы осы. Қазір көресіздер, Soft Home деген сайтта үстіне басамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде жасылмен скачать Screencast-O-Matic для Windows деген жерге барамыз, үстіне басамыз. Окей? Сосын тағы да жасыл жер шығады, мынандай скачать. Бірінші осы батырмаға басамыз. Өзі 2 ғана мегабайт. Өте аз, өте жақсы программа. Міне, жүктеп болды. Енді үстіне басамыз. Да, деп айтамыз. Далее. Мына жерде қараңыздар. Загрузить и установить Яндекс браузер сервис Яндекстен өшіріп саңыздар, егер сіздерге керек болмаса. Тағы да далее басамыз. Енді оның программаның орнатылуын күтеміз. Алдындағы Movavi Screen Recorder деген программадан Screencast-O-Matic программасы қайда ыңғайлы қолдануға, дағы мегабайты да өте аз. Сол үшін мен осы сіздерге программаны ұсынамын. Түсінуге де өте оңай. Қалай не істеу керек екенін. Мысалы сабақ жүргізуге, презентация, тағы да басқа, мысалы видеоларды қосып, оларды өзгертіп балаларға жіберем десеңіз, идеальный программа осы. Қазір бізде загрузкасы бітті. Енді көрейік. Next. Далее деген басамыз. Біріншісіне install for anyone using this computer. Install орнатыңыз. Anyone. Бәрі, любой адам. Осы компьютер қолданатын адам қолданылады. Болды. Біздің осындай меню шығады. Загрузканың ең соңында. Бұл жерде екеуінде птичкаға қоямыз. Біздің рабочий столда біздің программаның ярлығы шықсын деп. Finish. Бітіреміз. Енді қараңыз, біріншісі, екіншісін таңдамаймыз. Бұл жерде Launch Free Recorder. Free деген тегін деген сөз. Бізге осы керек. Осыған басамыз. Енді қараңыздар, өте маңызды. Ең үстінде мынандай зебра сияқты линиялар көріп тұрсыз ғой. Бұл линиялар охват дегенді білдіреді. Сіз видео түсіріп жатқан кезде программа сіздің экраныңыздағы қанша жерді алып түсіргенін қалайсыз, соны білдіреді. Мысалы, сіз презентацияңыз мынандай болса, қысқа, кішкентай терезе үстіп түзеліп қоясыз, және программа сіздің тек қана осы охваттың ішіндегі не отыр, презентация, видео, басқа материалды жұмыс істеп жатқан кезде тек қана соны түсіреді. Мынау қалған сыртындағы папкалар, олар көрінбейді.
ешнәрсе түсірілмейді. Енді келесісі қараңыздар. Бұл жер мен видео түсірген кезде былай бәрін үлкейтіп соңына дейін апарып қоям. Менің экраным бәрі көрілсін деп қалаймын сіздерге. Сол үшін былай төрт жағы да бұрыштары тиіп тұрады. Енді бұл жерде настройка маңызды. Қараңыздар. Мынақты бірінші батырма видео түсіру, екіншісі бізде настройка, үшіншісі cancel шығу программада. Біз екіншісін қазір қолданамыз. Видео түсірудің үш түрі бар. Біріншісі қараңыз, скрин. Сіздің тек қана осы экраныңызда не отыр, соны түсіреді. Максимум 15 минут. Качествосын басып өзіңіз таңдап аласыз. 480, 720 ауыстырмасаңыз да болады. Мына жерде сіздің даусыңыз істеп жатыр деген сөз. Екінші вариант веб-камера. Қараңыз. Сіз балаларға сабақ өткен кезде, түсіндіріп жатқан кезде осылай веб-камераны қосып қойсаңыз болады. Және де одан кейін тоже 15 минут качествосын үшін таңдап аласыз. Мынақтың даусын естіп көре аласыз. Ең оптимальный вариант ол мынау, үшінші вариант. Үстіне басайық. Қараңыз. Бұл жерде сіздің полностью экраныңыз түсіріледі видеоға. Сіз не істеп жатқаныңыз көрінеді. И және де ең астында мына жерде сіздің веб-камераңыз сізді көрсетеді. Сіздің қолдарыңызбен былай қимылдатып, балаларға нәрсе түсіндіріп жатқаныңыз осы жерде осындай кішкентай терезеде көрінеді. Ең ыңғайлы вариант осы. Мен сіздерге осыны ұсынам, өзім де осыны қолданам. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді видеоны бастайық. Бәрін таңдап болғаннан кейін біз мынақта рек деген рекорд батырмасын басамыз. 3, 2, 1 кетті. Болды. Енді біздің видео басталды. Мына жерде көрдіңіз ба? Қызыл мынандай батырма тұрады. Пауза деген. Керек кезде паузаға басып, видеоңызды жалғастырсаңыз болады. Қараңыз, рек деп. Continue да. Тоқтаған жеріңізден ол жалғастыра бастайды. Go. Сіз керек жұмыстарыңызды істейсіздер, мысалы керек жерге кіресіздер, папкаларға кіріп, мысалы сіздің презентацияларыңызға кіріп, олар ашып, түсіндіріп, мына жерде веб-камерада оқушылар сізді көреді. Веб-камераның варианттары да бар. Оны үлкейтіп, кішірейтіп, мына жерден өзгертуге болады. Оны қазір тоқталмай қойық. Бұл программа өте ыңғайлы. Сіздерге осыны ұсынамын. Бір рет қолданып көрсеңіз, бәрі түсінікті болады. Енді сіз түсірген видеоны қай жақтан көре аласыз? Мысалы, сіз кішкентай бір видео түсірдіңіз, бәрін бітірдіңіз, және де бәрі біткеннен кейін мынақты қызыл батырмаға басамыз. Көрдіңіз бе? И полный біз жаңағы 40 секундтай қазір видео түсірдік, ол мынақты шығып тұр. Соны көргіңіз келсе, осының үстіне басасыз. Play деген. Үш бұрышқа. Болды. Енді біздің видео басталды. Қызыл мынандай батырма тұрады. Пауза деген. Керек кезде паузаға басып, go. Сіз керек жұмыстарыңызды істейсіздер, керек жерге кіресіздер, папкаларға кіріп, мысалы сіздің презентацияларыңызға кіріп, олар ашып, түсіндіріп. Болды. Тексердік, бәрі жақсы. Енді бәрін бітіргеннен кейін, мысалы, егер жұмысыңыз бітсе done, бітіресіз. Егер жаңа түсірген видеоңыз керек болмаса, біз оны не істейміз? Осы жерден удалить етеміз. Мысалы, біз done деп басайық. Егер өзгертетін болсаңыз, edit видео басамыз. Егер ол керек болмаса, тек қана сақтайтын болсаңыз, save, upload деп басасыз. Болды. Көрдіңіз ба? Біздің видеоңыз дайын. Ішінен play басып көре аласыз оны. Сосын оны
қараңыз, мына жақта YouTube-қа салуға болады, немесе просто мысалы видео файл ретінде сақтауға болады. Ең біріншісі, ең оңай осы. Біздің файлымыз дайын, Publish ең соңғы жасыл батырмын басып, жұмысымыз бітеді. Бұл жерде ұмыт кетпеңіздер, folder деген жер бар, папка дегенді білдіреді. Сіздің видеоңыз қайда сақталу керек, соны таңдап қоюыңыз керек. Мысалы, біз рабочий стол болсын, окей бастық. Болды, енді біздің рабочий столға сақталатын болады. Керек болса, мынаяқтан файлдың атын да өзгертуге болады. Мысалы, 1, 2, 3 деп қойайық. Міне, өзгерді. Ең соңында Publish жасыл батырман басамыз да, жұмысымыз бітеді. Видеомыз қазір дайын болуда. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар, ұсыныстарыңыз болса да жазыңыздар. Осыған ұқсас басқа да видео түсіріп, сіздерге көмекші болуға тырысамыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар, және де Teach with Aydin каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет, бәріңіз аман сау болыңыздар. Goodbye.